Қайырлы күн баршамызға. Бүгін сіздерге 6 айға толған сәбилерге дұрыс тағам беріп бастауды, яғни езбелерді өз қолыңызбен дайындау жолын көрсетемін. Ең бастысы пайдалы, ешқандай консервантсыз, қоспасыз және де бояғыштарсыз. Дәруменге өте бай көкөніс түрлерін пайдаланып, осындай езбелерді дайындауға болады. Мысал ретінде бүгін сіздерге цветная капуста мен сәбізді көрсетіп отырмын. Брокколи, асқабақтан да тура осы жолмен дайындауға болады. Ең алдымен көкөністерімізді жуып, тазалап, ыстық суға пісіріп жатырмын. Шамамен 15 минуттай. Тұз да, қант та, ешқандай да дәмдеуіштер қоспай. Әбден жақсылап пісіріп алғаннан кейін судан сүзіп аламыз. Жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Ендігі қарапайым ситаны немесе блендердің көмегін пайдаланып, осындай езбе жасаймыз, яғни пюре. Ситадан өткізсеңіздер, ешқандай да комок болмайды. Кішкентай нәрестенің асқазан жолы дамымағандықтан шашалып қақалмайды. Тура дүкеннен алып жүрген пюрелерден еш айырмашылығы болмайды. Дәмі де тура сол қалпы. Бір ерекшелігі ешқандай қоспасыз. Мінекей сәбіз пюресі дайын болды. Артынан цветная капустаны езгілеп жатырмын. Тура сол әдіспен ситаның көмегімен жақсылап езіп, пюрелерді дайындап алдым. Тура осы қалпында суыған күйінде қасықтап берсеңіз болады. Егерде дәмі тәтті емес, жегісі келмесе балаңыздың, онда дәмдеуіш ретінде алмұртты пайдалансаңыз болады. Алмұрттың да қабығын ашайсыз, ұсақ теркадан өткізіп аласыз. Бұны да ситадан өткізесіз, тек қана шырынын пайдаланамыз. Ал мына қалған мякотті шамамен 8-9 айында беруге болады. Және де тәтті алманы алып, теркадан өткізіп, алмұртпен араластырдым. Бұны да ситадан өткізесіз, шырынын алу үшін. Тәтті шырын шығады. Бұны сок ретінде берсеңіз де болады. Көріп тұрғандай ешқандай қоспасыз. Дайын болған езбелерімізден микс жасасақ болады. Көбіне балалар сәбіз бен асқабақты сүйсініп жейді. Брокколи мен цветная капустаға келгенде қатты ұната бермейді. Сол себептен осы алма, алмұрт шырынын пайдалансаңыз болады. Мінекей тақта бір ыдысқа кішкене сәбізімізді, цветная капустамызды және шырынды салып микс жасаймыз. Сәбидің асқазаны кішкентай болғандықтан да бастапқыда аз мөлшерде дайындайсыз. Күнделікті жасап отырсаңыз, бала үшін бұл таптырмас дәрумен. Және де қалтаңызға да қатты шығын келмейді. Келесі видеомды жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Пікір қалдырып, лайк басып қойсаңыздар болады. Келесіде сіздерге күріш пюресімен, яғни рисовая каша және де басқа да сәбилерге арналған рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айман, қош сау болыңыздар.